Нұрға толтыр кеудеңді. Әкесі 3 баласын шақырып, алдарыңда қаңырап бос тұрған 3 қараңғы бөлме бар. Әрқайсың бір бөлмеден алып, қалаған заттарыңмен ішін толтырып шығыңдар. Бірінші болып аяқтағандарыңа бағалы сыйлық беремін дейді. Алғашқы баласы көп ойланбай сабан таси бастайды. Екіншісі бөлмені мақтамен толтырмаққа бекінеді. Кіші бауырлары олардың жұмыстарын қызықтап қарап отырады. Тек екі ағасының ісі соңына таяғанда ғана орнынан тұрып шам әкеледі де өз бөлмесінің қақ ортасына жаға қояды. Бөлменің іші лезде жарық нұрға тола қалады. Әке сыйлығы осы кіші балаға бұйырады. Иманмен суарылған ақыл ғана істің оң шешімін табуға жәрдемдеседі. Кеудеңде имандылық нұрымен толтыр. Барша қараңғылық пен білместіктерді лезде ығыстырып шығарады. Және шаршамайсың. Рас айтам.